Ал үйіме қош келдіңіздер. Сіздерге қазір мини-тур жасайтын болам. Бұл бізде компанияның берген апартаменті. Мынау бізде кіреберістегі ең бірінші бөлме, біздің гостиный. Жалпы артық ештеңе жоқ. Үлкен стол, ыңғайлы диван. Мына жерде біздің үлкен телевизор, сонымен қатар мынау менің руммейтім PlayStation-ы. Анда-санда ойнап тұратынымыз бар. Былай қарай жүрген кезде біздің холл, менімен бірге жалпы 3 адам тұрады, 3 руммейт. Яғни менімен бірге 3 руммейт. 2 руммейт бар ғой менің. Мына жерде бір жігіт тұрады, мына жақта бір жігіт, жақта менің бөлмем, оны қазір көрсететін боламын. Ана жерде ванна, туалет, мынау менің туалетім. В общем, әр тұрғынның, осы жерде тұратын адамның өзінің туалеті бар. Мынау менікі, ескі компаниям, бұрынғы компаниямнан қалған естелік Флайарстан. Сосын былай қарай бұрылған кезде кішігірім кухня, жалпы кішкентай болса да функциональный деп айтсам болады. Барлық керек заттың барлығы бар. Мына жерде стиральный машина. В общем, осылай. Кеттік, ары қарай жүрейік. Осы жерде 3 бөлме. Мынау менің коллегамдікі, мынау менің бөлмем, и мына жерде тағы да бір коллегам тұрады. Байқағаныңыздай, осындай ілініп тұратын отельдердегі ілгіш бар ғой. Не беспокоит, немесе үйімді жина деген сияқты осындай ілгіштер тұрады. Мынау не нәрсе десеңіз, егер мысалы рейсқа кеткен кезде бұл мен комнатада емеспін деген андай бір знак. Мынау екеуі де қазір рейста жүр. Жоқ, екеуі де отпускта жүр. Мен білем, үйде ешкім жоқ, жаңағы өлең тыңдасам максимально бақыртып қойып тыңдай беруге болады, ешкімнің мазасын алмаймын. Сол үшін осындай ілгіштерді қойып қоямыз. Білу үшін. Ал енді мына жақта менің комнатам. Мынау менің бөлмем, артық ештеңе жоқ. Ұйықтайтын төсегім, мына жағында шкаф, жұмыс істейтін стол, айнасымен бірге. И ең маңызды осы жердің атрибуты біздің еліміздің көк туы. Ал кеттік, өзімнің тұратын жерімді, районымды көрсетіп қайтайын. Өстіп панама киіп аламыз. Бұл сәндік үшін емес, бұл необходимость Катарда. Өйткені мына жердің күні өтіп кетеді. Мынандай ирригатор розовый. Дерзко ма? Ұшамыз, мынау есік жаппаймыз, тастап кете береміз. Мына былай, мына жерде холл болады. Мынау біздің кіретін жер. Ана жерде просто охрана отырады, түсіргім келген жоқ. Осы жерден кіреміз. И мынау біздің шыға беріс. Бұл жақта ауа райы өте күшті болып тұр. 20 градустай. Бірақ жаздың күні өте ыстық. Бұл жерде 40-45 градусқа дейін барады. Бірақ дәл қазір өте күшті. Керемет, идеальный погода болып тұр. Қазір ар жаққа супермаркетқа барып қайтайық. Үйіме керек заттарды, продуктын алып қайту керек. Міне осындай зданиялар. Ар жақта тренажерный зал бар, шаш алатын жер, в общем, ар жақта бәрі. Парк күшті, мына жердің атмосферасы, кішкентай балалар мына жерде футбол ойнайды, мына жақта ойнап жүр балалар. Жұма күні бұл жерде демалыс, жұма сенбі күндеріне түседі. Жергілікті тұрғындар осында жаңағы шашлыктарын, өздерінің барбекюларын жасайды. Мына жердегі атмосфера өте күшті. Бүгін среда болғаннан кейін онша адам көп емес. Жалпы осы мен тұратын районның бір артықшылығы, бұл қаладан кішкене алыстау, өте тыныш. Өйткені қаладағы трафик, қаладағы өмір ол өте қарқынды және шумный. Мына жақты тыныш. Рейстан келгеннен кейін демалып, осылай серуендеп жүргенге керемет. Жерде Макдональдсымыз бар өзіміздің. KFC. В общем, бәрі бар. И мына жақта супермаркет. Кішкентай телегамызды алып аламыз. Мынандай, короче, біздің шелпек жүрсе, парата деп аталады. Осындай ұнайды. Азаздан өзіме керегімді алдым.
жалпы осылай өзімнің продуктымды мына сумкаға салып алып кетіп бара жатырмын. Сол үшін тасимын осы рюкзакты. Өйткені мына жерден анау супермаркетқа дейін негізі біраз жер. Қолымда тасып шаршап кетеді қолым. Кетеміз. Біздің апартаментқа кіретін кіреберіс. Менің үйім, менің комнатам, апартаментім 06 деген жерде. Енді осы видеоның ең маңызды бір сәті, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Именно осы отрезекті сіздерге өте пайдалы болады деген ойдамын. Жалпы қалай бортсерік болуға болады, қалай Qatar Airways компаниясына жұмысқа тұруға болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Жұмысқа тұру үшін сіз qatarairways.com деген сайтқа кіресіз. Сол жерде требования деген ақпарат болады. Жаңағы 21 жаста болу керексіз, бойыңыз осындай болу керек, тағы да басқа ақпараттар жазылып тұрады. Сол критериялар бойынша өзіңізді қарап тексеріп шығыңыз. 21 жастасыз ба, осындайсыз ба, жаңағы бәрін қарап шығасыз. Содан кейін өзіңіздің резюмеңізді жібересіз. Резюмеңізді жібергеннен кейін сізді онлайн немесе офлайн интервьюге шақыру мүмкін. Мен жағдайымда ол офлайн интервью болды. Астана қаласында өтті. 2023 жылы тамыз айында, қателеспесем. Менің интервьюм 4 этаптан тұрды. Бірінші этапта жалпылама сұрақтар болды. Неге Qatar Airways, неге бортсерік болып жұмыс істегіңіз келеді деген секілді. Содан кейін екінші этапта ағылшын тілінен тест болды. Жалпы тест ондай бір қиын болған жоқ, интермедиат деңгейінде болды деп айта аламын. Және де мына IELTS тапсырған кісілер болса, сіздерге оңай болуы мүмкін. Тура соған ұқсас, жаңағы рейдинг секциясына ұқсас сұрақтар болады. Сізге бір мәтін беріледі, сол мәтін бойынша сұрақтар болады. Сосын үшінші этапта сіздің денеңізді, жаңағы бетіңіздегі шрамдарды, қолыңыздағы бір татуировкалар болса, соның бәрін тексереді. Егер бәрі жақсы болса, 4-ші этапқа жібереді. 4-ші этапта менде персональный интервью болды. Сол жерде маған 4-5 сұрақтай қойылды. Ол жерде неше түрлі сұрақтар болуы мүмкін. Сізге бір сценарный сұрақтар болуы мүмкін. Бір конфликтный ситуацияға тап болсаңыз, сол жерде қалай шешесіз, не істейсіз деген секілді сізге бір ситуационный сұрақтар болуы мүмкін. Жалпы менен бір кеңес, осы интернеттен қарап шықсаңыз болады. Мысалы, бортсеріктерге қандай интервью кезінде қандай сұрақтар қойылуы мүмкін, қандай ситуационный сұрақтар қойылуы мүмкін деген сияқты примерно идеяларды қарап алыңыз. Сол сұрақтарға өзіңіздің жауаптарыңызды дайындап қойсаңыз, өзіңізге интервью кезінде оңай болады. Сонымен қатар 2025 жылы, осы жылы 28 февральда, ақпан айында қателеспесем, Астана қаласында интервью болады. Осы сайтқа кіріп, барлық ақпаратты қарап, өзіңіздің резюмеңізді жіберсеңіз болады. Қорытындылай келе, егер сіздің жасыңыз 21-25 жас аралығында болса, мен секілді өте керемет мүмкіндік. Себебі бұл компания біріншіден шетелдік компания. Әлемдегі ең мықты топ 3 компаниялардың ішіне кіреді. Qatar Airways, Emirates, Etihad секілді ең мықты компаниялардың бірі. Әлем танитын компанияның бірі. Сіз шетелдік компанияда жұмыс жасайсыз. Біріншіден. Екіншіден, сіз әлем көресіз, ел аралайсыз, жер аралайсыз. Бұл осы жұмыстың үлкен бір артықшылығы. Тағы да бір артықшылықтарының бірі, сіздің мына жердегі айлығыңыз өте жақсы болады. Тұратын жеріңіз тегін, жұмыстан кейін өзіңіздің киіміңізді химчисткаға тапсырасыз. Тегін, сізге тек қана жұмыс істеу керек болды. Басқа жаңағы үй жайлы, сонымен қатар транспорт тегін, өзіңіздің үйіңізден жұмысқа дейін, жұмыстан үйіңізге дейін сізді тегін алып келеді, тегін апарат. Мен ойымша өте күшті мүмкіндік. Осы әсіресе жас кісілерге 21-25 аралығында керемет деп ойлаймын.
енді ары қарай өздеріңіз көресіздер. Өзіңіздің пікіріңізді, комментарияларыңызды астыға қалдырып кетсеңіздер болады. Басқа да сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіз, барынша уақыт бөліп жауап беруге тырысамын. Және де осы каналға тіркелуіңізді сұраймын. Лайк басып, тағы да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Барлықтарыңыз сау, саламатта болыңыздар. Ал жақсылықта, амандықта көріскенше.